Қайырлы күн достар. Біздің бүгін талқылайтын кітаптарымыз ол триллионер жобасынан шыққан Шамиль Аляутдиновтың авторлығындағы «Триллионер думает, триллионер слушает, триллионер действует» деген 3 кітап. Енді ретімен алатын болсақ, автор жайлы Шамиль Аляутдинов туралы енді ол кісіні танымайтын адам тмд елдерінде кемде-кем шығар. Татар ұлтының өкілі, білеміз, имам. Ол кісінің терең фундаменталды ислами білімі бар. Египеттегі, Мысырдағы Аль-Азхар университетін тәмамдаған. Москвада жаңағыдай мешітте имам болып жұмыс істейді. Онымен қоса өзінің батыстық білімі тағы бар. Психолог, коуч ретінде интернеттің алаңында кеңінен танымал. Ол кісінің umma.ru деген сайты бар. Оған қосымша Facebook және Instagram парақшалары бар. Жолдасы Зиля Аляутдинова да көптеген жаңағыдай отбасылық психолог ретінде кеңес беріп, тренинг, семинар өткізіп тұрады. Енді кітапқа келетін болсақ, ұзын сөздің қысқасы «Триллионер думает» деген кітапты алсақ, бұл жерде аты айтып тұрғандай, думает, ол ойлау біздің. Бұл жердегі автордың фокусы ой тазалығы. Яғни адам неғұрлым ойы таза болған сайын, ол адамның жетістікке жету шансы өте жоғары деген сөз. Жалпы бұл 3 кітаптың да фокусы, айтайын сіздерге, ол ең алдымен адамды қалай жетістікке жету, ырзық несібесін арттыру, табысын арттыру арам жолмен емес, адал жолмен, яғни хақ жолмен қалай біз өзіміздің табысымызды арттырып жетістікке жете аламыз. Осы сұраққа жауап іздейді. Енді думает дегенге қайтып келетін болсақ, бұл ой тазалығы. Бұл жерде автор адамның ойлау жүйесіне аса мән береді. Расында да енді бізді жануарлардан ерекше қылып жаратқан, бізді бөлек қылып тұрған нәрсе, ол біздің ойлау қабілетіміз ғой, сөйлеу және ойлау қабілетіміз. Біз ойлай аламыз басқа мақұлықтарға қараған кезде. Сондықтан да осы жерде, бірақ кез келген нәрсені ойлай бермеу керек дейді. Бұл жерде бар ойдың тазалығы, тек қана жақсы нәрсеге ұмтылу, жаңағыдай пессимист ойлардан арылу, болашақтан үміт күту, және сол болашақ үміт күту барысында және қол қусырып отырмай адал еңбек ету, әрекет жасау деп аталады. Сонымен қатар бұл кітапта маған ұнағаны практикалық кеңестер бар, практикалық тапсырмалар бар. Сіз орындаймын десеңіз, мысалы, сценарий жазыңыз дейді, сіз өзіңізді кім ретінде елестетесіз, мысалы, 5 жылдан кейін, 6 жылдан кейін жағынағындай өміріңізге жоспар құрып. Өйткені қазіргі жастар көбінесе, мысалы, өзінің мақсатын білмейді, қандай мамандық таңдау керек екенін білмейді, кім болғысы келетінін білмейді, әйтеуір көп ақша тапсам болды дейді. Бірақ бұл жерде бір жүйе жоқ, сондықтан ойлаулары шашыраңқы. Ондай адамдарға бұл кітап меніңше жақсы бір кеңес әрі нұсқаулық болатын еді. Кітаптың соңында әрине ұлы адамдардың цитаталары берілген, өздері жетістікке жеткен. Енді Шамиль Аляутдинов, бірақ дегенмен ол кісіде біздің батыстың психолог коучтары бар ғой, Джо Диспенза, Джон Кэх, ютубта ашып қалсаңыз өзі атып шығады. Содан кейін жаңа Робин Шарма дейді, монах, который продал свой Феррари деген, ол кісілерден асып түспеген, ол сол кісілердің цитаталарын берген соңында. Өйткені себебі өзіне де ұнаған, бәлкім өмірінде де қолданған шығар. Сондықтан да осындай жетістікке жеткен имамды көріп отырмыз біз, мысалы. Сондай, жалпы кітап енді мен 100-100 10-нан 10 бермес едім, бәлкім 8-7. Себебі ойы біраз шашыраңқы жазылған, әртүрлі тақырыптардан көп нәрсені бергісі келгеннен кейін белгілі бір жүйе, бір тізбектелген жүйе жоқ. Мен өзім перфекционист болғаннан кейін жаңағындай хронология, бір сызықтың бойымен жүретін, сондай бір линейный кітаптарды жақсы көретін адаммын. Менің бағам осындай, 7-8 10-нан. Одан кейінгі кітап «Триллионер слушает». Бұл өте қызықты кітап, көріп отырсыздар. Мен мына жерде көп закладка істеп салып қойдым. Не себепті? Маған бұл кітаптың ұнағаны, бұл жерде айттым ғой, Шамиль Аляутдинов жалпы өзінің кітаптарында ислами құндылықтар мен
батыс философиясын, батыстың психологиясын, жаңа жетістік психологиясын симбиоздап көрсетеді. Жалпы жетістікке жету құпиясы біздің қолымызда уже бар. Ол біздің, яғни біз мұсылман болып туғаннан кейін, яғни біз осындай мұсылман отбасыларына туғаннан кейін біздің қолымызда Құран кітап бар. Егер Құран кітапты ашып қарасаңыздар, әрбір аятын мұқият оқысаңыздар, сүрелерде берілген, сіз уже жетістікке жеткен адамсыз. Егер сол Құранның жолымен жүретін болсаңыз, исламның тура хақ жолымен жүретін болсаңыз, андай бұрмалаушылық, радикалды, фундаменталист емес, сіз уже жетістікке жеткен адамсыз. Мына кітап соның дәлелі ретінде жазылған сияқты, себебі әрбір тезис дейік, мысалы, жетістікке жету үшін, мысалы, ысырапшыл болмау керек деген сияқты, немесе бай адамдар өзінің мал мүлкін Алланың жолында, Алланың разылығы үшін, мысалы, қайыр садақа беріп тұрады деген сияқты, мысалы, тезистер бар ғой. Соларға, мысалы, соны әрбір сүреден аяттар келтіреді. Әсіресе, мысалы, 2-ші Бақара сүресі, мысалы, айтуға болады, мына жерде қарап отырсаңыздар. Сосын кейін Әл-Имран дейді мына жерде, мысалы, 3-ші сүре, 125-ші аят, 3-ші сүре, 134-ші аят, одан кейін Ниса сүресі бар. Ниса сүресіне мен, мысалы, қатты мән бергім келеді, мына жерде 4-ші сүре. Ол әйел дейді, мысалы, көп әйел адамның, мысалы, жетістікке жетуі мүмкін бе, әйел адам ақша табу керек па, жұмыс істеу керек па, әйел адам бизнеспен айналысу керек па, керек емес па деп, мысалы, кейбір фундаменталист ислам адамдар, мысалы, әйел үйде отырғызып қою деген сияқты бір жабайы сондай әрекеттерге барып жатса, бұл кісі теріс айтады. Оған қандай дәлел келтіреді? Әрине Ниса сүресінен берілген аяттар бар. Әйел адамның жетістікке жетуі, оның өзінің жеке хақтары, егер ол Алланың разылығы үшін, Алланың жолында ақша табатын болса, Алланың жолында табысқа жететін болса, және ол өзінің мал мүлкінен жаңағындай қайыр садақа беріп, кедей кепшіктерге көмектесетін болса, ол әйел адам неге бизнеспен айналыспасын, ол неге табысқа жетпесін, ол әйел адам неге жұмыс істемесін? Мысалы, соған дәлел ретінде Ниса сүресін береді. Бұл жалпы бір Құран. Енді бұл кісі өзі де Құранды аударған адам ғой, орысшаға. Сол өзінің аудармасынан осы жерге цитаталар берген. Бірақ менің айтатын сіздерге кеңесі, негізі, егер де бұл кітаптың орнына Құранның өзін оқу. Жалпы, өйткені Құранды қазақша аудармалары бар. Біз білеміз, кезіндегі Ратбек қажының менің үйімде ол мамамыз алып қойған уақытында, сол Ратбек қажының мен аудармасын оқыған болатын. Қарапайым тілмен жазылған, кішкене бір ауырлау, түсініксіздеу мүмкін басында, бірақ бірнеше рет қайталап оқығаннан кейін сіздің миыңызға қонады. Одан кейін менде бір шамалы кішкентай ыңғайлы сөмкеде тасып жүруге оңай бір түркше аудармасы бар. Мен түркше білгеннен кейін ол маған кішкене оңайырақ. Соны анда-санда оқып бетін ашып отыру үшін аудармасын оқуды мен сіздерге кеңес беремін, мына кітаптың орнына. Яғни түп нұсқаға бару. Ал енді мына кітапты оқимын дейтіндер, мысалы, мұсылман еместер де оқуға болады. Өйткені тілі өте жақсы жазылған, орысша жазылған, жатық, жетістікке жететін кез келген адам. Ол үшін міндетті түрде мұсылман болудың қажеті жоқ, Құранды ашудың қажеті жоқ. Егер тек қана мына кітап арқылы мен табысымды арттырамын, немесе өмірімді өзгертемін десеңіз, онда только вперед, мысалы, алға. Одан кейін триллионер действует. Енді бұл кітап, мына триллионер думайдың кішкене айнасы сияқты, аты бөлек, бірақ заты бір десе болады. Егер сіз ойланып отырсаңыз, мына думает пен действуйдың қайсысын алсам екен деген сияқты, онда действуйды алған дұрыс шығар деп ойлаймын. Себебі бұл жерде де мидың, адам баласына берілген мидың нығметі ме дейміз ба, қасиеті дейміз ба, соны жақсы анықтап ашып береді. Енді біз мимен не істейміз? Мидың басты функциясы ол ойлау ғой. Сол ойлау қайтадан сол тақырып қайтадан қамтылады. Сосын жаңағыдай практикалық тапсырмалар, не істеу керек, жоспар құру, пландау, адым-адым жетістікке жету деген сияқты сондай кеңестер, практикалық кеңестер беріледі. Енді болған 10-нан 10 демейін, жарайды 10-нан 9 деген
бал берейін. Егер маған біреу сондай жюридің несін беріп қойса, андай ерлігін тағып қойса, енді мына кітапқа мен 10-нан 10 демеймін, бұдан да 10-нан 9 деп айтуға болады. Себебі кейбір жерлерде мысалы тағы да бір маған не жетіспейді, бір жүйелілік жетіспейді. Себебі бұл не Құран емес, не андай кітап емес, екеуінің ортасында қалып қалған бір не. Сондықтан бәлкім 9,5 тек енді 10-ға жете қоймайды, менің ойымша. Сол байыңыздар, адал жолмен табыс табыңыздар, жетістікке жете беріңіздер, табыстарыңыз арта берсін. Сол сіздерге тілейтінім тек қана сондай жақсылық.